ол нағыз жасыл энергия. Қазіргі уақыттағы мына жел энергиясы, күн энергиясы ол келе жатқан климаттық апаттар жағдайында өте осал. Өйткені қатты желдер мынау күн панельдерін карточный колода дейді ғой, қарт сияқты түсіріп береді. Ал мынау ветрогенераторлар, жел генераторлары, олар қатты желдерден өзінің өнімділігін жүзеге асыра алмайды, және көбі сол желдің әсерінен сынады, құлап жатады, күйіп жатады. Оған оптимальды бір жел керек. Одан көп те емес, одан аз да емес. Сонда ғана ол энергияны пайдалануға болады. Ал егер де жел болмаса немесе қатты соқса, ол жағдайда ол генераторға үміт артуға болмайды. Сондықтан атмосфералық су генераторлармен қатар осы отынсыз генераторлар технологиясын бірге енгізу керек. Демек, осы екі технологияны пайдалану арқылы су тапшылығы мәселесін шешеміз. Климаттағы пластикті аз да болса азайтып, жаңағы мұхиттардың өзінің процесін қалыпқа келтіре аламыз, иә? Сосын үшіншіден, отынсыз генераторлар бізге осындай климаттық жағдайларда электр кез келген уақытта болатындай мүмкіндік береді, иә? Ол енді электр энергиясы ғой, отынсыз генератор деген.